Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы ер есімі ел есінде деп аталады. Ұлы жеңіс күні аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке сақтауға арналған ең қастерлі де мәртебелі мереке. Біздің сынып сағатымыздың мақсаты отан үшін от кешкен қазақстандықтардың ерлігін оқушыларға таныстыру. Ал енді сөз кезегін сыныбымыздың оқушысы Крекеева Сәулеге береміз. Биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл. Жеңіс күні адамзат аңсап күткен күн. Бұл жеңіс елімізге оңайлықпен келмегені бәрімізге де мәлім. Ата-баба, ана-әжелеріміздің қасіретті күндерде бастарын қауіп пен қатерге тігіп, ұлын құл, қызын күң қылмай, ұрпақтарының амандығын сақтау үшін аянбай соғысып, ел үшін өлуге, елін қорғауға ант берді. Солардың бірі менің нағашы атам Жұмырбаев Әбдіқадыр Хасайұлы. Ол 1919 жылы Қаракөл Тәутікте өмірге келген. Ауыл молдасына тіл сындырған Әбдіқадыр атамыз кеңестік мектептен 4 сыныптық жүйелі білім алған. Жүйелі деп айтып отырғаным, ол осы білімімен Ұлы Отан соғысында және елде кодталған шифрлық әдіспен жұмыс істейтін байланыс жүйесінің нағыз маманы болып абыройлы қызмет еткен. Атам 1938 жылы Тереңөзек аудандық әскери комиссариаты арқылы әскерге шақырылған. Ол сол жылдан бастап әскери теңіз күштеріне қарасты теңіз жаяу әскерінің нөмір 45-ші дербес теңіз жаяу әскер батальонында азаматтық борышын өтеген. 1941 жылы маусым айының 22 жұлдызында Ұлы Отан соғысы басталғанда олардың батальоны Орал әскери округінің құрамына жіберіліп, Сталинград бағытындағы ұрыс қимылдарына араласқан. Аталған теңіз жаяу әскерлері құрамындағы байланысшылар ротасында атам бөлімше командирі ретінде көптеген қауіпті тапсырмалар орындаған. Ол 1943 жылы бүлінген байланыс жүйесін қалпына келтіру кезінде ауыр жарақат алып, жазылған соң Затвагу медалімен марапатталып, партияға қабылданған болатын. Жазылған соң қайта жасақталған нөмір 62-ші теңіз жаяу әскерінің атқыштар бригадасына барып, қайтадан соғысқа кірдім деген еді атам. Нөмір 62-ші теңіз жаяу әскерлері бригадасы 1944-45 жылдары нөмірі 257-ші теңіз жаяу әскерлерінің атқыштар дивизиясы болып қайта жасақталып, неміс басқыншыларының әскеріне ойсырата соққы берген. Атам қызмет еткен осы дивизияның нөмірі 264-ші атқыштар полкі ауыр ұрыстар жүргізе отырып, көптеген елді мекендерді азат еткендер үшін гвардиялық атқыштар полкі деген атақты иеленген. 1945 жылы ұлы жеңісті гвардиялық полктың құрамында жүріп қарсы алған аға сержант Жұмырбаев Әбдіқадыр атам енді нөмір 90-шы гвардиялық атқыштар полкінің құрамында шығыстағы Жапонияның әскерлерін талқандау шайқастарына да қатысады. Осыдан кейін коммунист майдангер аға сержант атам Ярославль облысы Бурмакино қаласындағы әскери орталықта жас жауынгерлерді әскери қызметке үйретіп, үйге 1946 жылдың қараша айында оралған. Бүгінгі мамыражай тыныш өмір аталарымыз қалыптастырған берік бірлік нәтижесінде келді. Халықтың бірлікте өмір сүруі нақ солардың арқасында. Бұл мереке әр кездерде батылдық пен ерліктің нышаны, отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі болады. Ал құрметті ардагерлеріміз болашақ ұрпақтар үшін жарық үлгі болып қала береді сөзсіз. Ендеше аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жеңіс күні құтты болсын.